Мен Тайжин Валихан Айтбайұлы болам. Жасым 57-те. Мен негізгі ауруым өңештегі ісік. Онкологический ауруымен осы март айында бірақ білдім. Негізі январ айынан бастап ауырғам. 2 ай уақыт өткенде уже екінші стадияға кетіп қалған. Лучевой терапия алдым, химиотерапия алдым, ай жарым. Алып болғаннан кейін 10 шақты күні ауырып үйде. Кейін өте қиын болады екен, мен білген жоқпын. Алдында емделген жердегі врачтар айтты, негізі ауырасың деп. Бірақ содан кейін действительно ауырдым. Қатты ауырдым. Соңғы 3 күнде тамақ іше алмай қалдым. Тамақ іше алмай қалғаннан кейін балаларым осы Онкомед ауруханасын тауып алып, осында алып келді. 4-7 ем алып. 2 күнде тамақ іштім. Бүгін соңғы емімді алып отырмын. Бүгін уже толық жазылдым десем болады. Мені емдеп қараған врачтарға үлкен мыңда бір алғыс. Бұл аурумен ешкім ауырмасын. Осындай менікіндей не болып жатса, осы Онкомед емханасына қаралсаңыздар болады.